Сәлем баршаға. Бүгін сіздерге өгей өмір сериалындағы Неслихан Сойсаланның ең кіші қызы Эженің өлімі туралы айтатын боламын. Эженің әкесі Серханның кезінде жасаған барлық қылмыстары әшкере болып, полиция оны барлық жерден іздестіріп жүреді. Серхан ауруханаға келген кезде лифтіде оны полициялар тосып тұрады. Эже әкесіне көмектесу үшін әкесінің жанына жүгіріп барады. Эже болғандықтан полиция Серханды ұстай алмай, сөйтіп екеуі қашып кетеді. Солай Эже әкесіне көмектеседі. Серхан Эжеге мені қолдағаның үшін және полициядан құтқарып қалғаның үшін рахмет дейді. Эже мен Серхан қашып кеткеннен кейін полиция оны барлық жерден іздестіріп жатады. Яман да полицияға көмектесіп Эжені іздестіре бастайды. Эже Яманға хабарласып, анам мен Шебнем әпкемді ормандағы үйде ұстап отыр деп Яманға айтады. Және Яманнан аға барлығы үшін сізден кешірім өтінемін деп телефон тұтқасын қоя салады. Яман Эженің берген мекенжайы бойынша анасын құтқару үшін сонда қарай жүреді. Серхан Эжеден қызым анаңның қайда екенін қайдан білдің деген кезде алдыңғы күні Эже ноутбуктың жанында жатқан алқаға көзі түсіп, оған қараған кезде ішінде камераның бар екенін байқап, оны ноутбукке жалғайды. Камера жасырылған алқа негізінде Шебнемдікі болады. Шебнем баяғыда Серхан екеуі Алиді ұрлап кеткен еді. Енді Серхан Шебнемнің көзін жою үшін оны Неслихан екеуін ұрлап ормандағы бір үйде жасырып қояды. Серхан Шебнемді қылғындырып, камера қайда деп оны таппайды. Сөйтіп Шебнем өзінің камерасына қарап, кезінде Алиді Серхан екеуміз ұрлап кеттік деп барлық қылмыстарын айтып береді. Үмітті де өлтірген Серхан дейді. Операция кезінде Үміт сол столдан тұрмас үшін дәрігерлерге ақша берді дейді. Бірақ ол жерден аман шықты. Кейін Үміт аман есен жазылғаннан кейін көшеде оны машина қағып кетті. Оны да ұйымдастырған Серхан дейді. Өйткені оның жоспары бойынша Үміттің жүрегін алып Эжеге салу керек еді дейді. Эже солай камерадағы жазбалар арқылы барлық шындықты біліп қояды. Негізінде Үміт пен Эже жақсы достар болады. Солай Үміт өлгеннен кейін оның жүрегін Эжеге салады. Эже солай барлық шындықты біледі. Әкесінің кесірінен Үміттің өлгенін біледі. Эже әкесіне әке неге олай жасадың деп сұрайды. Ал Серхан болса барлығын сен үшін жасадым қызым деп айтады. Эже әкесінен сұрайды, осыншама қылмыстың бәрін сен кім үшін жасадың деп. Ал Серхан болса барлығын сендер үшін жасадым, балаларым үшін дейді. Сол кезде Эже әкесінің жанындағы тапаншаны байқайды. Ал Серхан болса, Эже қызым тыңда мені, кез келген әке өзінің балалары үшін барлығын жасауға дайын дейді. Осының бәрін сендердің қастарыңда болу үшін, сендермен бірге өмір сүру үшін жасадым деп Эжеге қолын созғанда, Эже мені ұстама дегенде кейіп танытып кері шегінеді. Ал Эже болса, бізді бұлай қатты жақсы көрмегеніңде ғой дегенде Серхан, қызым не дегенің, мен балдарым үшін бәрін жасаймын, сендерді өте қатты жақсы көремін, не керек болса сендер үшін бәріне дайынмын дейді. Сонда Эже әкесіне, әке, егер біз болмағанда сіз жақсы адам болар ма едіңіз, осының бәрін біз үшін жасадыңыз ба дейді. Әке болды, доғарыңыз, енді ондай жаман істерді жасамаңызшы, мен енді жоқпын әке деп Эже өз-өзін атып тастайды. Әкесінің жасалған қылмыстарына көндіге алмай Эже өз-өзіне қол жұмсайды. Серхан көлікті тоқтатып Эжеге қарағанда Эже өлі күйінде жатады. Сөйтіп Серхан Эже деп айқайлап жібереді. Қанға малынған Эже сұлық жатады. Серхан көлігінен түсіп Эжеге қарай жүреді. Көліктің есігін ашып Эже дегенімен Эже жауап бермейді, өйткені ол өліп қалған еді. Серхан Эжені көлігінен түсіріп, оны құшақтайды.